Биыл Қазақстан халқы тәуелсіз ел болғанына 30 жыл толған торқалы мерейлі тойын тойлатқалы отыр. Осы 30 жыл ішінде Қазақстан халқы дүние жүзіне атағы шыққан байырғы мемлекет қатарына қосылды. Тәуелсіздік жолында құрбан болған Тұрар Рысқұлбеков пен Ләззаттай жастай қыршын кеткен аға әпкелерімізді мәңгі алғыс айтып, жадымызда сақтауымыз керек. Мен, яғни Нұрқадырова Айнар Мейрамбекқызы, Жамбыл облысы Шу ауданы Бөлтірік ауылында 1991 жылы 10 қазанда дүниеге келдім. Қазіргі таңда Павлодар қаласында тұрамын. Осы қалада көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханада кітапханашы қызметін атқарамын. Қазағымны келіп жеткен тәуелсіз мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тұңғыш президентіміз айтқандай, тәуелсіздікте бақыт сияқты. Бағалаған адамның, аялаған қоғамның қолында тұрақтайды. Халқы тату, экономикасы қуатты, саяси жүйесі тұрақты, мәртебесі биік, абыройы асқақ. Қазақстанның болашағы кешегіден кемел, бүгінгіден нұрлы екендігіне кәміл сенем деген еді. Сондықтан да сенімін арттыра қазақ елін одан да ары көркеюіне білек сыбана атсалысуымыз керек.